таң ата жатақханадан кезекті рет келіп бөлмеге аяғымызды басар баспаста комендант есігімізді қағып тұрды. Қатты ашулы, көздері шоқтай жанып тұр. Самал екеуміз бір-бірімізге қарап не айтарымызды білмей мырс ете қалдық. Енді қайтеміз? Кеше үйге кеш келіппіз. Комендантты тағы ренжітіп алғанымызды білсек те есімізге қайта келіп жетті. Сендерге осы соңғы ескерту, деді комендант қатты дауыстап. Егер тағы да осылай кеш келсеңдер, жатақханадан кетесіңдер. Сол кезде Самал ештеңеге алаңсыз еркелігін көрсетіп, жеңілтек даусымен: апа, ренжімеңізші, біз енді қайталамаймыз, жақсы көреміз ғой сізді, деп еркелей күлді. Комендант қабағын шытқанымен Самалдың ерке сөзіне күлімсіреп жұмсарып қалғанын байқадық. Бірақ дегенмен де сөзінде тұрып бізге соңғы рет ескерту жасады. Бірақ бізге бұл ескерту жеткіліксіз болып шықты. Қайта кеш қалып жүргендігіміз тағы да жалғаса берді. Бірде-бір концерттен кеш қайтып, қатты шаршап, ерте ұйықтап қалғанымызда таңға жуық комендант өз шешімін қабылдап қойған екен. Бізді жатақханадан шығарды. Сол кез есімізде мәңгі қалды. Қайда барарымызды білмей, көңіліміз түсіп, Самалдың әкесіне жағдайды айтып едік. Ол біздің жағдайымызды түсініп, көп ұзамай бізге пәтер жалдап берді. Пәтерде өткізген күндеріміз тіпті де басқаша болды. Бос уақыт, еркіндік, ешкімнен ескерту жоқ. Тіпті өзімізді үй иесі сияқты сезіндік. Самал сол еркелігімен әр кешімізді мерекеге айналдырып жіберетін. Сырт көзге оқиғаларымыз кішігірім жағдайлар ғана болса да, сол студенттік кезеңнің әр сәті екеуміздің достығымыздың алтын естелігіне айналды. Мен балалар үйінің қатаң тәртібінде өсіп, біреудің жұла құшағына зәру болған жатақханаға келіп, жаңа өмір бастаған күнім еді. Әр нәрседен тартқыншақтап, бәріне сақтықпен қарайтын әдетім сол кезде қатты білінетін. Сол күні бөлмеге кірсем, алдымнан күлімсіреп, қолын жайып Самал тұр. Ашық жарқын, жас баладай ерке қылығымен, мейірімді көздерімен мені қарсы алды. Жанындағы екі қыз суық қарағанымен Самалдың сол бір көз қарасы жанымды жылытып жібергендей болды. Танысқан алғашқы сәтте-ақ менің жанымның жарасын жазар, мейірімге толы көз қарасын сезіндім. Уақыт өте келе Самал екеуміз бір-бірімізге үйреніп, ажырамас құрбыға айналдық. Ол мені күнде таңертең оятып, күлімдеп, бүгінгі күн керемет өтсін, естідің бе деп еркелете айтатын. Осы бір жылы сөздерді есту жүрегіме үміт пен қуаныш ұялатты. Самалмен бірге өткізген әр күнім ерекше бір естелік. Қиындық көріп өскен мен үшін ол өмірдің әр қуанышына қызығып, бар нәрсеге мейіріммен қарайтын жарқын тұлға болып қалды. Жатақханада неше түрлі жағдайлар болды. Кейде сынайтын, кейде мазақтайтындар да табылды. Бірақ Самал әрқашан менің қасымда қолдаушым болды. Оның жанының жылуы мені ғана емес, айналасын да нұрландырып тұрғандай еді. Біз тағдыр тоғыстырған шынайы достарға айналдық. Екінші курстың аяқталып, сессиялардан кейінгі жеңілдікпен бірге келетін көңілді кештердің бірі еді. Екеуміз кафеге барып, Самалдың ауылға қайтар алдында уақытты қызық өткізіп алайық деп шештік. Білмеппіз, сол кеш бізді жаңа бір оқиғаның бастауына әкеледі деп. Кафеде отырғанда Самалдың көзі бір бұрышта отырған жігітке түсті. Жанарында ерекше бір от пайда болып, көз алмай сол жаққа қарай берді. Құрбымның бұл жүрісіне аздап күліп, тыныш отыршы Самал, деп әзілдеп қоямын. Бірақ Самал тіпті тыңдаған жоқ. Әлгі жігітке қараған сайын оның күлкісіне, қимылына ғашық боп қалғандай. Ерекше әсерде отырғаны көрініп тұрды. Көп ұзамай жігіттің жанындағы қыз сыртқа шығып кетті. Сол сәтті пайдаланып, Самал дереу бір қағазға телефон нөмірін жазып, батылдықпен «Егер ұнасам мына нөмірге хабарлас» деп жазып қойды. Қағазды қолына ұстағанына қарап, ойнап жазған шығар деп ойладым. Бірақ қателесіппін. Ол қағазды таяқша арқылы жігітке жеткізуді сұрап, шын ниетімен ұсынған екен.
Мен таң қалып, ойнап айтқан шығарсың деп сұрағанымда, Самалдың көзі байсалды түрде, жоқ, мен шын айттым дегендей, біртүрлі мұң мен үміт аралас күйде қарайтын. Жігітте жазуды оқып, екеуінің көздері қайта түйісіп қалған сәтте, Самалдың жүзінде ерекше бір жарқындық пайда болды. Алайда сол кездегі қысқа ғана үміттері жауапсыз махаббаттың ұзаққа созылған күйзелісіне айналарын білмеппіз. Ол жігіттің жүрегі басқада екенін білсе де, Самал махаббатының соңынан жүруге тырысты. Менімен бірге ауылға қайтпай, сол қалада қалуды шешті. Жауапсыз махаббат құрбымды өзгертті. Бұрынғыдай ерке, мейірімді, бәріне жаны ашып күлімсірейтін Самал енді әлде бір мұңды, үнсіздікке толы бейнеге айналып кеткендей. Үнемі телефонына үңіліп қарай берді. Арада 2 ай өтті. Самал ауылға қайтпай, менің қасында жұмыс жасап жүрді. Бірақ баяғы күлімдеген әзілқой Самал жоқ. Көбіне ой үстінде жүретін болып алды. Үнемі бір терең ойға шомып, әлгі бейтаныс жігітті еске алып жүргенін сезетінмін. Бір күні сол жігіт Самалға алғаш рет хабарласты. Телефон тұтқасының ар жағынан есімін сұрап, жай ғана әңгімелесіп жатқанының өзі оған ерекше қуаныш сыйлады. Самалдың көздері нұрланып, жүзіне сол баяғы күлімсіреуі қайта оралды. Сол сәтте-ақ мен оның жігітпен кездесуге баратынын түсіндім. Ол күнде мені жұмыстан кейін өзімен бірге алып жүретін. Самал бұл жолы жалғыз шығып кетті. Үйде отырып, оның қайта оралуын асыға күттім. Ол түнге қарай үйге ентігіп кірді. Жүзі бал-бұл жанып тұр. Жанары жарқырап, ерекше бір қуанышқа толы еді. Әлгі бейтаныс жігіт туралы айтып, болған жағдайды баяндап берді. Оның әңгімесімен көңіл күйі бұл жігіттің Самал үшін қаншалықты маңызды болып қалғанын көрсетті. Сол кештен бастап Самалдың көңіл күйі түбегейлі өзгерді. Ол жігітпен сөйлесіп, кездесулерін асыға күтіп жүретін болды. Көңілінде бір сенім, өмірге деген жаңа құлшыныс пайда болғандай еді. Әлгі жігіт Самалмен 2 ай ғана жүріп тастап кетті. Құрбымның арына дақ түсіріп, өзі ғайып болды. Самал жылап қалды. Бірде базарға шығатын болып, құрбым Самалды сүйрегенде алып шықтым. Сол жерден пал ашамын, жоғалғанды тауып беремін деген сыған әйел шықты. Самал жалт қарап, әлгі сыған әйелге қарай беттеді. Маған бір жігітті тауып берші деп, ол жалынышты көзбен қарады. Ол әйел Самалды мұқият қарап, оның көзінен қиналғанын, өкпесімен ауыртпалығын сезгендей болды. Сәл үнсіз тұрғаннан кейін әлде бір жұмбақ үнмен, жаным, сенің жүрегіңе қара күйе жағып кеткен екен, деді бәсең дауыспен. Мен сенің іздеген жігіттің қайда екенін айтқым келмейді. Ол саған ажал әкеледі. Бірақ саған бір нәрсені ескертемін. Сен оны қайта тапсаң да өзіңе қайтарып ала алмайсың. Самалдың жүзі бозарып, жанары тіпті ауыр тарта түсті. Көзіне жас үйіріліп, ол, менің тек бір сұрағым бар. Ол жігітті маған ғашық етші дейді, даусы дірілдеп. Сыған әйел сәл ойланып тұрды да, қолындағы карталарын араластыра бастады. Бір картаны суырып алып бетіне қарады. Өмірдегі кей адамдар біздің жүрегімізге тек жара салып қана кетеді. Ол жігіттің өз қателігі бар, ал сен үшін бұл тек сабақ болды деп ауыр күрсінді сыған әйел. Әлі алда сені жақсы көретін, бағалайтын жан бар, бірақ бұл жолды өзің таңда. Самал сыған әйелге жалынып, ғашығымды маған қайтаршы, не сұрасаң да беремін, деді, көздері үмітпен, жанары жарқырай түсті. Ол әйел оның қолын ұстап, салмақты дауыспен, жақсы, ертең кел, жігіттің фотосы керек, мына адреске келесін деп қағазға мекенжай жазып берді. Біз қайтуға бет алдық, бірақ менің жүрегімде бір күдік бас көтеріп тұрды. Бір кезде Самалға қарап, өз ойымды айттым. Бұл бір жаман нәрсе сияқты құрбым. Қайта өткенді қазбалағаның жарамас. Әлгі цыган өзіңе ажал келеді деген. Тасташы бәрін. Менің сөзімді Самал елемегендей үнсіз ғана басын изеп қойды да,
Телефондағы фотоны шығарып беретін жер іздеп тез адыммен базар жаққа бет алды. Таңғы салқын жел бетіме соғып денемді дір еткізу. Таңғы салқынмен базар маңында күтіп тұрмыз. Қасында қатты қобалжып, не істерін білмей тұрған құрбым Самал. Жанарынан шаршау мен қорқыныш байқалады. Самал, үйге қайтайықшы, осы ісіңнен шын қорқып тұрмын, дедім ақырын ғана. Ол көз жасына ерік беріп, көйлегінің жеңімен бетін сүртіп алды. Жансая құрбым, мені сен түсінуің керек қой. Мен сол жігітпен бірге болуым керек. Ішімде оның баласы бар. Айтуға батылым жетпеді деп көз жасын тоқтата алмай жылады. Оның осы сөзінен кейін өзімде есімнен танып қалғандай болдым. Самал мен ойлағаннан да қиын жағдайға тап болыпты. Оған не айтарымды білмей жаным шырқырап кетті. Көп замай күн жарығы аздап төгіліп, базардың есігі ашыла бастады. Бірінен соң бірі келіп жатқан адамдардың арасынан біз күткен сыған әйелде көрінді. Самал екеуміз асығыс қасына бардық. Ал көрсетіңдер, не үшін келдіңдер, деді әйел бізді бір қуысқа қарай ертіп. Самал маған көзінің қиығымен бір қарады да фотоны әйелге ұсынды. Әйел бірдеңелерді айтып, алақанын жайып, Самалдың саусағын инемен тырнап, шыққан қанын суретке жақты. Осы сәтте бойымды үрей билеп, денем дірілдеп кетті. Өзімнің бұл жерде болғым келмей қашып кеткім келді. Бірақ Самалды тастап кеткім, жүрегім дауаламады. Самалдың қолынан ұстап, мен оны үйге қайтуға көндірдім. Екеуміз үнсіздікпен базардың есігінен шығып, салқын желдің ортасына қайта оралдық. Ол үнсіз басын төмен салбыратып, көз жасын сүртумен болды. Мен болса, оның жүрегіндегі ауыртпалықты жеңілдеткім келді. Бірақ қандай сөз айту керек екенін білмедім. Самал, бәрі өтеді. Мына жол қиындықпен келсе де, сенің бақытты болуыңды тілеймін, құрбым, деп қолын қаттырақ қыстым. Құрбым Самал үшін бәрі жақсы болады деп ойлаған едім. Жігітіммен қайта қосылып, бірнеше ай бойы кездесіп, екеуінің арасындағы махаббат қайта жандана түскен еді. Құрбымның іші білініп, жүзіне шаттық ұялаған шақта жігіті оны алып қашатын болды. Қыстың алғашқы айы желтоқсан еді. Ол күн есте қаларлықтай суық, бірақ жүрегіміздегі қуаныштан тоңғанымызды да байқамадық. Құрбымның қуанышына ортақ болып, мен де оның қасында болдым. Екеуміз қуанышты арманға толы сезімдерімізді жасырмай күлімсіреп бара жаттық. Алайда ауылға жеткенде бәрі мүлде басқаша екенін сездім. Жігіттің үйі үлкен, бақуатты екені бірден көзге түсті. Бірақ Самалға деген көзқарастары суық екенін байқадым. Үйден шыққан ешкім жоқ. Біздің келгенімізге олар аса қуана қоймағаны көрініп тұрды. Ақ орамал тағуға ешкім асықпай, есік алдында біраз тұрып қалдық. Самалдың қуанышы су сепкендей басылды. Жүрегім шаншып кетті. Құрбымның арманының артында мұншалық сынақтар тұрғанын білсем ғой шіркін. Ақыры үйге кірдік. Самал өзін әлде қайда мазасыз сезініп тұрды. Кенет қайнатасы жанымызға жақындап, қатал үнмен, сен қыздың ішіндегі бала шынымен менің баламнан ба? Ертең ол бала бір жері ұқсамаса қуып шығамын деп айтып қалды. Самалдың жүзі бозарып, көзіне жас толды. Қуаныштан жарқыраған көздері сол сәтте үмітсіздікке толып кетті. Ішімнен Самал бәрін жеңеді деп өз-өзімді сендірдім. Ертеңіне Самалдың жаңа үйіне жеңгелері келіп, оны жайғастырып, шағын беташар рәсімін жасады. Үй іші тыныш, бірақ көңілсіздеу көрінді. Беташарға келгендер көп болмады. Бәрі қарапайым ғана ұйымдастырылған еді. Қуанышты күн деп күткен күннің мұндай салқын өтерін ойламаппыз. Самалға деген көзқарасты анасының алғашқы сөздерінен ақ түсіндім. Енесі Самалға суық үнмен қарап, ішің шермейіп ақ көйлек киемісің, ел не дейді, той болмайды деп кесіп айтты. Сәбиі үшін бәріне көнген құрбымның тағдыры осылайша басталып жатқанына жүрегім ауырды. Беташар рәсімі аяқталып, таң ата автобуспен ауылдан қайтуға дайындалдым. Оның болашағына алаңдап, амалсыз қоштасып, есіктен ұзай бердім. Кенет артымнан шыққан ащы айқай мен иттің арс еткен үрген дауысы құлағымды жара шағып, артыма жалт бұрылдым.
Жүрегім атша тулап, қорқыныштан денем мұздап кетті. Қайтадан үйге қарай жүгірдім. Самалдың не болғанын білмей, көзімнен жас ағып, жүрегім шыдамсыздана дүрсілдеп бара жатты. Мен шарбаққа жете бере, көз алдымдағы көрініс жаныма ауыр тиіп, бүкіл әлем тоқтап қалғандай. Қып-қызыл қан, аппақ қарды жауып, жазықсыз төгілген өмірдің белгісі көзіме оттай басылды. Самал жерде жатыр, ал ашықтан ашынған алаба ит оның мойнын тістелеп ажырар емес. Аяқ қолымнан жан кетіп, дірілдеп тұрып қалдым. Үйден Самалдың қайнатасы мен күйеуі аласұрып шығып, құрбымды иттің тырнағынан құтқаруға тырысып жатты. Бірақ ашыққан ит қасарысып жіберер емес. Үй іші у-шу, жанайқай мен қорқыныштан көкке көтерілгендей. Жаным шығып көмектесе алмағаным үшін өзімді жазғырдым. Осы кезде көрші үйде тұратын үлкен кісі мылтығын ала жүгіріп келді. Атып түсіргені сол еді, ит өлі денені босатты. Қар үстінде қанға боялған Самалдың жансыз денесін көргенде жаным аяздай мұздап, жүрегім сыздады. Бақытқа жетемін деп үмітпен барған құрбымның қайғылы тағдыры есіме түссе жылап аламын. Кейіннен Самалдың әке-шешесінен естігенім, келін түсірген бұлар итіне тамақ салуды ұмытып кеткен. Ашыққан ит байлаудан босап, байғұс құрбымның өмірін жалмады. Бір жағынан сығана елге бекер барғанымыз, бірақ ол әйел ажалды ескертті. Бұл оқиғадан кейін біраз жыл емделдім. Әлі күнге дейін тұрмыс құрмадым. Мереке мейрам сайын Самалдың әке-шешесіне барып тұрамын. Жан құрбымның бейітіне әр жылы Құран бағыштап барып келемін.